Сәлем достар, сіздермен болған Жылзай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы жаңа қала бірінші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік! Мінеки, мынау сенің үйің, 2 бөлме, өзің сұрағандай. Мына бөлмеде өзінің, яғни штатын жерің, ал екінші бөлмеде сол душ сондай ғой. Аха, жарайды, өзім танысып аламын. Бір айдың ақшасын апам сіздерге аударып қойды. Я, көрдім ғой. Ақшаны төлеуді ұмытып кетпей жүре ма? Жарайды. Және де бұл үйдің өздерінің шарттары бар. Сен, мысалы, бір нәрсесін құртып қойсаң, мысалы, мына айнаны сындырып қойсаң, соның бәрін сен өзің, яғни төлеп, солай істейсің. Жарайды, ұқыпты қараймын. Және де үйге ер балдарды әкелме, ұқтың ба? Я, ұқтым. Жарайды, ендеше сау бол. Кеттім. Сау болыңыз. Ендеше мен үйге жайғасайын. Бұл үй өте ерекше екен. Маған бұл үй қатты ұнады. Мінеки, өзімнің сүйкімді ойыншығымды алдым. Қазір бұны мен өзімнің төсегіме қойып қоямын. Мына жерге қоя тұрайын. Тарағымды осы шкафқа қоямын. Міне менің киімдерім. Мен көп киім әкелген жоқпын. Киімімді ауыстырып алайын. Және де пижама, заколкамды мына жерге қоя салайын. Болдым жайғасып. Ал енді менің қарным ашып тұр. Сол үшін де осы жерден бір асхана іздеу керек. Осы үй екен? Я, осы екен ғой. Мекен жайы осы жерде. Ендеше есігін тоқылдатайын. Бұл кім? Я, кіре беріңіз. Саламатсыз ба? Бұл сіз, яғни пицца заказ бердіңіз бе? Я, мен пицца заказ беріп едім. Мінеки, сіздің пиццаңыз келді. Не? Тез келді ма? Мен Атырауда тұрам, бірақ яғни олар кешігіп келеді. Олар ұзақ піседі. Ал Алматыда тез піседі екен ғой. Я, және де сізге плюс осындай сусын әкелдік. Ал мен сусын заказ берген жоқпын, сол үшін де кете беріңіздер. Бұл енді тегін, бізде сондай болып жатыр, сюрприз. Жарайды, рахмет. Ендеше бере салыңыз, мен ақшасын аударып қойғанмын. Аха, жарайды, мінеки. Мінеки сіздің сусыныңыз. Жарайды, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Күшті болды ғой. Сусын қымбат қой. Енді тегін берді. Күшті екен Алматы деген. Мына жерде отыратын орындық та жоқ екен ғой. Ең болмаса қойып қоймай ма, енді тұрып жейміз ба? Және де тамақ пісіретін жерде жоқ қой. Асхана. Жарайды, енді осылай заказ беріп жүрем. Пиццасы өте дәмді екен. Сусын да өте ерекше екен дәмі. Маған қатты ұнап қалды Алматы. Бірақ бағасы қымбат болмаса. Жарайды, тойып алдым. Енді мынаны қазір мусорышке апарам. И мынаны қойып қоя салайын. Жарайды. Телефонымды өшіре салайын. Ендеше мынаны тастап келейін. Кеш батқан соң. Алматыда тым қызығы жоқ. Бағалары қымбат, менің достарым да жоқ. Ал ертең болса мен колледжге барам. Мен өзімен дос тапқым келеді. Ішім пыспайды. Менің бүгінгі күнім телефонмен өтті. Енді мен кіммен кездесемін? Ішім пысып кетті ғой.
Жарайды, ендеше мен ертерек ұйықтайын. Әйтпесе ертең тұра алмай қаламын. Ертең сағат менде 6-та тұру керек, колледжге бару керек. Жарайды, енді телефонымды мына жерге қалдыра салайын. Жарайды, ендеше мен кеттім, ұйықтайын. Қайырлы түн. Бұл кім екен? Қазір. Сәлем, Ақерке, сен де Алматыға көшіп кеткенсің бе? Сен менің есімнен шығып кетіпсің ғой? Я, конечно, көшкенмін. Мен саған бұрында айтқан емеспін бе? Қанша ғасыр өтіп кетті уже. Ойбай, есімнен шығып кетіпсің ғой. Күшті болды ғой. Мен де Алматыны таңдап, осы колледжге түстім ғой енді. Сол менің колледжім, яғни үйіме жап-жақын. Мен де сол жерге түстім ғой. Күшті, енді екеуміз бірге барамыз. Бірақ менің үйім алыс. Мен сол үйді жақын жерден алдым, бірақ үйім әдемірек. Бірақ асхана жоқ екен. Сол заказ беріп жүрем ғой. Немесе азық-түлік сатып алып па, жеп жүрем, енді пісіре алмаймын ғой тамақтар. Жарайды, енді ақшаңды құрта бермесей. Білесің ғой, Алматы деген қымбат, бірақ мен үйреніп кеттім. Мен өзім ата-анаммен көшіп келдім. Сен біздің үйге келсей, кешкі тамақты ішіп кет біздің үйден. Жарайды, онда барамын. Сол өзім келгенмін ғой, бір өзім. Ата-анаң сонда Атырауда ма? Я, Атырауда. Жарайды. Сен ендеше тезірек колледжге дайындал. Жарайды. Мен сені күте тұрамын. Жақсы, қазір 5 минутта дайын болам.